Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы асық ату шеңбер ойынының ережелерімен танысу. Сабағымызды бастамас бұрын жаттығуға назар аударамыз. Сабақтың мақсаты ұлттық асық ойынын үйрете отырып, оқушыларды ұлтжандылық сезімге тәрбиелеу, оқушыларды шапшаңдыққа, ептілікке, шыдамдылыққа тәрбиелеу. Шеңбер ойынының ережесі: асық ойыны тегіс жерге шеңбер сызылады. Шеңбердің радиусы ойыншының жасына, сыныбына қарай үлкен-кіші болады. Мысалы, 9 сынып оқушыларына радиусы 185 см, 6-7 сынып оқушыларына радиусы 175 см, ал 5 сынып оқушыларына радиусы 165 см болғаны дұрыс. Шеңбердің ортасындағы сызыққа асықтар тігіліп, шеңберден бірдей қашықтықтағы екі жақ сызықтан ойыншылар ретпен кезек асық атады. Ойыншының сақасы асыққа тиіп, асық шеңберден шықса, ойыншы асықты алып, сақасы жатқан жерден келесі асықты атады. Асыққа тағы тигізіп, шеңберден шығарса, асықты алып тағы да атады. Шығара алмаса, келесі ойыншы атуды шеңбер сызығынан бастайды. Шеңбер ойынның ойналу тәртібі: асықтар шеңбердің тең ортасына, бір сызықтың бойына тігіледі және бірінші асық алшы, екінші асық тәйкі, үшінші асық алшы, төртінші тәйкі болып ретімен тігіледі. Ойыншылардың асық ату кезегін анықтау үшін барлық сақаны бір ойыншы алып, қос алақанына салып, жерге шашып жібереді. Назарларыңызға рахмет.